Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгінгі тақырыбымыз темір жетіспеушілікті анемия немесе қаназық пайда болу себебі, емі және диагностикасы туралы айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Темір жетіспеушілікті анемияның ең көп таралған түрі. Аты айтып тұрғандай, организмде темір жеткіліксіздігі пайда болады. Темір гемоглобин түзілу үшін қажет. Гемоглобин кислородты өкпеден органдарға, тіндерге тасымалдайды. Сондықтан гемоглобин және эритроцит деңгейі төмендегенде адам ағзасында әлсіздік, шаршағыштық байқалады. Пайда болу себептері: темір тамақпен жеткілікті түспеген кезде, жіңішке ішекте сіңірілуі бұзылған кезде, өсу кезеңде темірге деген қажеттілік жоғарылағанда, жүктілікті лактация және асқазан ішек жолдарының әртүрлі ауруларында, асқазаннан қан кету кезінде байқалады. Темір ішекте сіңірілуіне трансферин белок жауап береді. Ол темірді сүйек миына тасымалдайды. Осы жерде эритроциттер пайда болады. Темір көп жұмсалған кезде оны толтыру үшін темір қоры бауыр клеткаларында сақталады. Ас қорыту ауруларында және ішектің микрофлорасы бұзылған кезде темір жеткіліксіздігі дамиды. Клиникалық көрінісі: жалпы әлсіздік, шаршағыштық, энергияның болмауы, тері қабаттарының бозғылт болуы, артериалды қан қысымының төмендеуі, шаштың түсуі, шаштың сынғыш болуы және тәбеттің төмендеуі, дәмнің бұрмалануы, яғни кесек, бор жегісі келетін сондай белгілер байқалады. Анемияның диагностикасы тек қана гемоглобин деңгейімен ғана анықталып қоймайды. Жалпы қан анализі, жалпы белок, ферритин, трансфериннің темірге қанығуы және B9, B12 витаминдеріне анализ тапсыру керек. Анемияның емі. Анемияны емдеу үшін бірінші себебін анықтау керек. Себебін анықтамасаңыз, сіз темір препараттарын ішкен кезде ол сізге әсер етпейді. Бірінші себебі қан кету. Аз-аздан қан кеткен кезде темір организмнен тәулігіне 2 мг-нан жоғары шығатын болса, темір жетіспеушілікті анемия дамиды. Екінші, организмдегі қабынуды емдеу керек. Үшінші, асқазандағы қышқылдылық төмен болатын болса, темір және витамин В тобының витаминдері сіңірілмейді. Сондықтан бірінші асқазан ішек жолын емдеу керек. Асқазан қышқылдылығы төмен болғанда белок сіңірілуі бұзылады, ал темір организмде белокпен бірге байланысады. Белок жалпы деңгейі аз болғандықтан ол темір организмде токсикалық әсер етеді, яғни бауырда детоксикация фазасының бұзылуына алып келеді. Егер рационыңызда ақуыз аз болатын болса, ол сіңбесе, онда сізге темір деңгейін көтеру оңай болмайды. Шұғыл түрде тамақтануды өзгерту керек. Жеңіл көмірсуларды азайтып, ақуыз тұтыну қажет. Сүйек сорпасы, субпродукт, ет және балық өнімдерін тұтынбай, анемияны ұзақ емдеуге тура келеді. Егер сізде сибір немесе паразиттер болатын болса, бұл кезде ішектегі микрофлораның бұзылысы дамиды. Сіз бұл кезде темір препараттарын қабылдасаңыз, көбінесе әйел адамдарда, яғни кандида, молочницаның пайда болу қаупі жоғары болып есептеледі. Сондықтан бірінші ішек микрофлорасын жақсарту керек, содан кейін ғана барып темір препараттарын қабылдаған дұрыс. Егер гемоглобин деңгейі қатты төмен болатын болса, яғни 70 грамм-литр төмен болатын болса, бұл жағдайда қатар ем жүргізуге болады. Әрбір аурудың пайда болу себебі стресс, күйзеліс. Егер созылмалы күйзеліс болатын болса, темір көп шығындалады бұл кезде. Сондықтан уақытында психотерапевт дәрігерге қаралған дұрыс. Егер ағзада белсенді қабыну жүріп жатса, темір осы қабынуға жұмсалады. Егер ол асқазан ішек проблемасы болса, онда бірінші сол проблеманы қарастырып, сосын темір препараттарын ішу керек. Темір организмде жақсы сіңірілу үшін оның кофакторлары витамин С, фолий қышқылы, B12, магний және цинкпен бірге қабылдаған дұрыс. Құрамы темірге бай тағамдар: жасыл алма, гречка, бауыр, анар шырыны,
петрушка, қызылша, мейіз өрік, жаңғақ. Ал тағамдағы темірдің ағзаға сіңуі үшін кейбір астар кедергі жасайды. Сүт, кофе, қара шай, жаңа піскен нан тоқаштары, шоколад, тәтті бәліштер, майлы, тұздалған ащы ас болып есептеледі. Сондықтан уақытынша бұл тағамдардан бас тарту керек, немесе темір препаратын қабылдап болғаннан кейін 2 сағаттан кейін қабылдау керек.